Жүр, менің айтқанымды істемесең, мен де жоқпын, балалар да жоқ саған. Сенің істе деп тұрғаның дұрыс емес болып тұр ғой. Дұп дұрыс, нең кетті? Саған күнде істе деп тұрғаным жоқ қой. Бір рет қана істейсің. Оның үстіне қылымсыған қыз ба едің сен? Қатынсың ғой, 3 бала туған. Қыз болып қылымсый қалғаның не? Тілін шығайын деген екен сенің шешеңнің. Майрада тіл жоқ. Не айтатынын білер емес. Санасына кірер емес мына әңгімелер. Бірақ оны ойлап жатқан Нағашбек жоқ. Өз нәпсісін қандыру үшін бәріне барып отыр. Перзенттерінің қыз емес, ұл болып туылған мұнша жақсы болар ма? Әйтпегенде, бұл сұмырай қатынмен қоса қыздарын да біреудің қойнына салып берер еді. Адам азғын ба? Адамның азғындалуына арақ, наша, құмар себеп пе? Нағашбекте біреудің мәпелеп өсірген ұл еді ғой. Мұншама қор мінезді болуына не себеп? Тұр, бол енді. Жай сөйлеген түсіне алар емессің ғой. Саған әрдайым шешеңнің деп шешеңді еске салып тұру керек, шешеңнің. Бұрышта қолына орамалын қысып ұстап алған Майра орнынан тұрғысы келмей, езілген күйі тартыншақтап біраз отырды. Оны тыныш қоятын Нағашбек пе? Иығынан жылқы көтеріп тұрғызды да Майраны шетке итеріп, артынан үстіне қона кетті. Майрада үн жоқ. Ит тістеген секілді 3-4 минут өтерді де ыңырсып бітірді. Шешеңнің, нені қызғанасың? Калош болғаным? Бол, жүр енді. Әйтпесе қазір ұрып өлтірем. Қатын болып қалай беруді де білмейсің. Майраның келіспеске басқа амалы қалмады. Жаутаңдап жан-жағына қарағандай болды. Жұпыны үйінен мұны арашалайтын ештеңе таппады. Балаларына бірдене дайындап жүрген секілді. Қолына біресе пиалай, біресе қасық ұстап тағы кебектеді. Кете алмайтын секілді. Бара алмайтын секілді. Істей алмайтын секілді. Бірақ мына Нағашбектің істеп отырған иттігінен соң санасына кіріп алған бір жылт еткен ой бар. Мынадан сонда құтыласын деп тұрғандай түйілді. Үйге ұлдары даладан кіргенде Майра жиналып болған еді. Ұлына қарап, мен қазір келемін. Үйден шықпай отырыңдар. Сендерге әр нәрсе әкелем. Бауырларына қара, ораз, деді. Өз сөзінен өз қорқып кеткендей. Мен қайтып келмеймін бе? Неге бұлай етіп жатырмын? Деген жаман ой миынан бір жүгіріп өтті. Қой, аман болайын. Пешенеме жазғанды көрерміз деп сүйретіліп үйден шықты. Бұл кезде ымырт үйіріліп, ел біткен үйлеріне кірген болатын. Майраның сыртқа шыққанын көрген Нағашбек аузындағы наспайын шырт еткізіп бір түкірді де үлкен жол бойына қарай жүрді. Майра үнсіз соңынан ерді. Жол шетінде екеу келе жатыр. Бірінің соңына бірі ілескен. Алдамық шындай басып, жасы 30-дан асса да қауқарсыз шалға ұқсаған Нағашбек. Артында 30-ға жақындап қалса да, тағдырдың теперішін көріп, жасы 40-тан асқан қараусыз қатынға айналған Майра. Сылп-сылп басып, үн-түнсіз күйеуінің соңынан еріп келеді. Беттегендері екі ауылдың ортасында орналасқан май бекетінің қасындағы үйшік. Біреулер үшін үй. Жақындаған сайын Майраның жүрегі дүрсілдеп, кежегесі кейін тартып жүргісі келмей жатқандай. Нақ осыны сезгендей Нағашбекте артына жалт қарап, Майраның білегінен шап беріп ұстай алды. Майра селк етті. Көзінен жасы ыршып шығып, мүмкін бармаспыз, бармай-ақ қояйық деп жылап жіберді. Нағашбек Майраның жыларман халін көргенде қолыққа басты. Айнып қалама деген ой сап ете қалып, дереу Майраны айналдыруға көшті. Білесің бе, жақсы адамдар, саған маған обал жасамайды. Тек айтқандарын істейсің. Мен осында болам. Сен екеуміз үйге бірге қайтамыз. Сосын қайтып келмейміз. Бұлар да мен тыныштыққа қояды. Деген Нағашбек Майран білегінен сүйреген күй қақпаның ішіне кіріп үлгерген еді. Нағашбек үйге кіргенде қуаныштан ауыз ақсиып кетті. Өзі бір үлкен іс тындырғандай. Мәз. Ыржақтап айналасына қарап қояды. Ал Майраның көз шарасынан шығып кетті. Бір нәрсені ойлауға шамасы келер емес.
аяқ қол дірілдейтіндей. Не болғанын, не болатынын түсінбей әлек. «О, кереңлер!» деген Нағашбектің өзбек акасы Майраның жанына жетіп келіп үлгерді. «Қорықпа, сіңліжан, өтің бермен қарай», деп қазақша өзбекше араластырып сөйлеп, жайылған дастарханға келіп отырғызды. Майра да, Нағашбек те отырды. Дастархан толы тамақ, тәттілер. Тіпті Майра көршілердің дастарханынан көрмеген тағамдар. Нағашбектің көзі жайнап, арақты көргенде ыржақтап, аузына тура келдің сөздің бәрін айтып, жалбақтап, шағыттынар емес. Өзбек кісі болса, Майраның үсті басын көзімен тінтіп шығуда. Нағашбектің сөзін қыртына да қыстырар емес. «Алин, сіңліжан, оштан ал», деп Майраның қолына қасық ұстатып, тәттілерден алдына қойды. Шай құйып берді, өбектеп жатыр. Нағашбек тамақты асығыс аузына тықпалап әлек. Арадан сәл өтпей есік ашылып, үй ішіне бөгедей екі еркек кіріп келді. Қысылып, жаны қиналып отырған Майраның жүрегі аузына тығылғандай болды. Қазір ғана аузына салған бір қасық күріші ұртында тұрып қалғандай. Екі еркек ай-шайға қарамай дастархан басына келіп жайғасты. Шөлмектегі арақтан пиалайға бөліп құйды. Майраның аузындағы тамағын әрең жұтқанда бұл еркектер бір шөлмекті таусып үлгерген еді. Майраға жақында отырған, жасы 30-ға тая маған әдеміше еркек, «Атың кім?» деп сұрады. «Майра». «Атың әдемі екен. Майра, сен де бізбен бірге ішсейші». «Жоқ, мен ішуді білмеймін». «Ішеді ол». Нағашбек Майраны ішкен көргендей соғып жатыр. «Қатының сұлу екен, қасында қалай жүрсің сенің?» «Ой, қойшы, сұлулығына сорпа қойып ішем бе? Бердім саған». «Бердің бе?» «Иә». «Ал, сеніңкі бұл қатын енді», деген Нағашбек аузынан түкірігі шашырай сөйлеп, лепіре бастады. «Майра, кәне, бір стакан бізбен бірге тартып жібер. Жай отырмыз ғой енді. Бүгін мына Ихлас әкеңнің туған күні еді». Майраның қарсылығына қарамай аузына арақ құйылып жатты. Біреу, екеу, үшеу.